Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Рамазан айының тәлім-тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тілей отырып, бүгін сіздермен Рамазан Аллах Тағалаға және оның елшісіне бой ұсыну айы деген тақырыпта сұхбаттасамыз. Аллах Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Себебі Аллах Тағала күллі нәрсені өзіне бой ұсынуы үшін ғана жаратқан. Аллах Тағала Әл-Ахзаб сүресінің 72-ші аятында осы ақиқатты былай деп баяндаған. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна арадна ал-аманата аля ас-самавати вал-арди вал-джибали фаабайна ан яхмилнаха ва ашфақна минха ва хамалаха ал-инсану иннаху кана зулуман жахула. Расымен де біз аманатты, яғни бой ұсыну аманатын, ең алдымен аспандарға және жерге және тауларға ұсынған едік. Яғни Аллах Тағала оларға бұл аманаттың Алла Тағаланың қасындағы үлкен жауапкершілігін сезіне білетіндей білімге бөледі, ақылға, түйсікке, сосын ұсынды. Міне сонда олар оны көтере алмайтындықтарын білдірді. Және де оның жауапкершілігінен өте қатты қорықты. Міне құрметті жамағат, дегенмен бұл аманатты, яғни бой ұсыну аманатын, Аллах Тағала жаратқан нәрселерінің ішіндегі біреуі қабылдау керек болды. Бұны мен қабылдаймын деп айту керек болды біреуі. Себебі Аллах Тағала күллі әлемді, күллі мына дүниені осы аманатты арқалайтын құлына, сол аманатты көтеруге көмек болатындай қызметіне жаратты. Күллі әлем бұдан басқа мақсат үшін жаратылмаған. Тек қана сол аманатты арқалайтын құлға қызмет ретінде ғана жаратылған. Дүниеге келудегі түпкі мақсат бұл дүние тіршілігі емес. Бұл дүние тіршілігі, дүниенің ішіндегі күллі нәрсе тек қана сол аманатты арқалайтын құлына қызмет үшін ғана жаралған. Бұл мақсаттан аспайды бұл дүниенің жаралудағы мақсаты. Аллах Тағала осылайша аспандарға, тауларға, жерге, күллі жаратқан нәрселеріне осы аманатты ұсынғаннан кейін, олар оны көтере алмайтындықтарын білдіргеннен кейін, адам атамызға: «Ей адам, мен расымен де бұл аманатты аспандарға, жерге және тауларға ұсынған едім. Алайда олар оны көтере алмайтындықтарын білдірді. Егер оны саған ұсынсам, алар ма едің? Және оны алған кезіңде оның шарттары бар, ережелері, қағидалары бар.
Сонда Адам алейхиссалам: Раббым, оның ережелері, шарттары қандай? Сонда Аллах тағала: егер де бұл аманатты жақсылап тұрып атқарған болсаң, яғни бойұсынуды, онда мен сені жарылқаймын. Ал егер де оған нашар қарасаң, онда мен жазалаймын. Міне осы сөзде қарайтын болсаңыздар, жаңағы таулар да, аспандар да, жерлер де осы шарттарынан қорықты. Сонда Адам алейхиссалам, бәріміздің атамыз, мен қабылдадым бұл аманатты деп оны арқалады. Абдулла ибн Масудтың айтуы бойынша, сол сәтте аманат, яғни бойұсыну аманаты, қараусыз тасталған үлкен жартастың бейнесінде ұсынылды. Қиямет күні өлім қошқардың бейнесінде келетіні секілді. Сөйтіп аспандарда, жерде, тауларда назар аударуда. Сонда Адам алейхиссалам жаңағы тасқа қарай келіп, үлкен домалақ ауыр тас. Егер де маған бұны көтеру бұйырылса, мен оны көтерер едім деп, орнынан қозғалтып көреді. Сол кезде аспандар, таулар және жер көтер оны деп қолдайды. Адам алейхиссалам ол тасты көтеріп, тізесіне дейінгі деңгейге жеткізуге шамасы жетеді де, сөйтіп орнына қояды. Сонда Аллах тағала оның жігерін сынап, егер де сен қаласаң, мен саған көмектесейін де, сен оны тағы да биігірек көтере аласың дейді. Сонда аспандар, таулар, жер, көтер ей адам, көтер дейді. Сөйтіп Адам алейхиссалам оны тағы да бір көтеріп, көкірегіне дейін әкеледі. Ары қарай шамасы жетпей, жерге қояды. Сол кезде Аллах тағала: егер де мен саған әл-қуатыңды тағы да қоссам, сен оны тағы да биігірек көтерер едің дейді. Сонда таулар, аспандар, жер көтер ей адам дейді. Сол кезде Адам алейхиссалам оны Аллах тағаланың демеуімен көтеріп, екі иығының үстіне қояды. Сөйтіп әдетінше оны жерге түсіре бергенінде, Аллах тағала оған: тоқта, түсірме. Міне осылайша бұл аманат сенің мойныңда, және де сенің ұрпағыңның мойнында қияметке дейін қалады. Осы арқалаған күйіңде қайтып келу керексің дейді. Міне бүгінгі күндері, құрметті жамағат, Адам алейхиссаламның ұрпақтары осы аманат жайында бейхабар, тек қана дүние тіршілігін түпкі мақсат етіп өмір сүріп жатқандықтан, жаңағы аяттың соңында Аллах тағала адам балалары жайында былай деп айтады: «Вахамалахал инсан», оны адам көтерді, яғни аманатты. Адам алейхиссаламның ұрпақтары жайында айтып отыр: «Иннаху кана залуман жахула», шынымен де ол адам Аллах тағаланың осы өзіне арқалатқан аманатына өте әділетсіз, және де дүниеге Аллах тағалаға бойұсыну үшін ғана келгендігі жайында білімсіз дейді. Осылайша, құрметті жамағат, Адам алейхиссалам Алла тағаланың әмірімен жерге, осы дүниеге түсірілген кезінде Аллаға деген таза иманының үстіне осы аманатты арқалап түсті. Бүгінгі күніде адамдар иман келтірдік деген сөзбен құтылып кете алмаймыз. Себебі Аллах тағала Әл-Анкабут сүресінде осы ақиқатты бізге баяндайды. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Ахасибан насу ан ютраку أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
жердің бетіндегі адамдар ойлай ма, иман келтірдік деп айтқандарынан кейін қоя берілеміз деп, біз оларды сынамайынша, яғни бойсыну аманатымен. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Расымен де біз бүгінгі күнгі адамдардың алдында өтіп кеткендерді де осы аманатқа қатысты сынағанбыз. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Сөйтіп Аллах Тағала осы аманатқа қатысты шыншыл болғандарды да білді, және де өтірікшілерді де білді. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Бұл аманатқа немқұрайды қарап, білімсіз болып, әділетсіз болып, әртүрлі жаман істерді амал қылып жүргендер, күнәларды, қылмыстарды кәсіп қылып жүргендер бізден құтылып кетеміз деп ойлай ма? Егер де олар бізден құтылып кетеміз деп ойлаған болса, яғни ақырет жоқ, ертең бұл аманат жайында ешқандай сұрау жоқ дегендей ойда болса, онда олардың өздеріне шығарып жүрген үкімдері неткен жаман еді дейді. Ал енді осы аманатқа жауапкершілікпен қарағандар, Раббысына бойұсынып жүрген адамдарға келсек, мән кәна ярджу лиқа Аллахи, кімде-кім Алла Тағаламен жолығуды мақсат қылса, бойұсыну арқылы фәинна әжәлаллахи ләәтин, расымен де оның Алламен жолығатын мерзімі міндетті түрде келеді. Сол мерзім келгенге дейін вахуа самиғул алим, Аллах Тағала сол аманатқа бойұсынуға байланысты оны толық естуші және де толық білуші. Ва мән жахада, кімде-кім осы аманатты арқалау жолында жан дүниесімен жихад қылатын болса, жігерін салып, осы бойұсынуды тамашалап атқаратын болса, фәиннама юджахиду ли нафсихи, шынымен де ол өзінің бақыты үшін, өзінің Алланың алдындағы абыройын сақтау үшін күресіп жүрген ғана адам. Инна Аллаха ла ғанийюн анил аламин, расымен де Аллах Тағала адамдарға әсте мұқтаж емес, ол мұқтажсыз, бай. Адам тек қана өзінің осы арқалап алған аманатын Алланың алдына абыроймен, беделмен қайтып келу үшін ғана күресіп жүрген жихады дейді. Ақиқат осы, құрметті жамағат. Алла Тағала мен екі арадағы мәміле осы бойұсыну. Осы бойұсыну біздің дүниеге келудегі түпкі мақсатымыз. Ал дүние тіршілігі тек қана осы бойұсынуды лайықты деңгейде, өте шексіз мағыналарда іске асыруымыз үшін қызметімізге жаралған ғана нәрсе. Әйтпесе ол дүние тіршілігі жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге оның ақиқаты жайлы былай баяндайды. Әла инна дуния малғуна, малғунун афиха. Біліп алыңдар, ей адамдар, естеріңде болсын. Біле білсеңдер, расымен де бұл дүние лағнеттелген. Әм оның ішіндегі күллі нәрсе де лағнеттелген. Илля зикруллах, тек қана Алла Тағаланы еске алу амалын айтпағанда. Ва ма валаху, және де Аллах Тағала сүйетін амалдарды айтпағанда. Ва алимун ау мутағаллимун, және де осы бойұсынуды үйрететін білімдіні айтпағанда, және де сол бойұсынуды үйреніп жүрген білім алушыны айтпағанда. Міне, құрметті жамағат, қашан сіздің түпкі мақсатыңыз өмірдегі Алла Тағалаға бойұсыну болса, онда бұл дүние сіздің қолыңызда болады да, Аллах Тағала сіздің қолыңызға берілген дүниені берекелі қылады.
және разы болады. Жаңағы лағнеттелді деген сипаттан оны ажырататын сенсің. Аллаға деген бойұсыну арқылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: "Ниғмал малус солих фи яди ар-раджулис солих." Салиқалы ердің қолындағы салиқалы мал неткен жақсы еді дейді. Яғни сіз Аллах тағалаға бойұсынғаннан кейін, Алла тағаланы еске алып жүрген адам болғаннан кейін, Алла тағала сүйетін нәрселерді дос тұтып жүргеннен кейін, Алла тағалаға бойұсыну амалын үйреніп жүргендіктен, немесе үйретіп жүргендіктен, сенің қолыңа бұл дүниеден қандай нәрсе тиген болса, ол берекелі дүниеге айналады, берекелі малға айналады. Алла тағалаңа разы болады сол қолыңыздағы малдан. Неге? Өйткені оны сіз дүниеге келудегі түпкі мақсатыңыз болып тұрған бойұсыну жолында пайдаландырасыз. Міне бұл осы мақсат үшін өзі жаралған еді. Кейін оны Аллах тағала бағанаға Әл-Ахзаб сүресінде айтқандай, адам баласы өте әділетсіз дүниеге келудегі түпкі мақсатына, сондай-ақ ол жайында білімсіз болғандықтан, лағнеттелген дүние оның түпкі мақсатына айналып кеткен. Қараңыздар, қызметіңе жаралған нәрсе дүниеге келудегі түпкі мақсатқа айналып кететін болса, дүниеге келудегі түпкі мақсатыңыз, яғни Аллах тағалаға бойұсыну, Аллаға бойұсыну жайына қалатын болса, онда бұл дүние неге лағнеттелмесін? Және оның ішіндегі нәрселердің күллісі неге лағнеттелмесін? Яғни берекесіз нәрселер бұлар. Қашан ол сенің қолыңда болады, жүрегіңде емес. Не сол кезде ол өзінің орнында істетіліп атқан, Алла тағала оны қандай мақсат үшін жаратқан болса, сол мақсатта ол сенің қасыңда істетілуде. Еш нәрсе сізді ешқашан Аллаға бойұсыну аманатынан айнытпау керек. Құрметті жамағат, махаббат деген нәрсе осы жерде жатыр. Аллаға деген махаббатың осы бойұсынуда жатыр. Махаббат сезіміндегі адалдық деген қасиеттер, айнымаушылық деген қасиеттер, күллісі осы жерде тоғысады. Осы мағынамен ұштасады. Осы бойұсыну дегенде ғибадат та көзделеді. Осы бойұсыну деген кезде дін де көзделеді. Аллах тағаланың бізге күллі парыз еткен амалдары, осы бойұсынудың үлгілері, Аллах тағаланың бізге тыйым салған шекаралары, күллі нәрселері. Міне сол нәрселерден абайлауымыз, ол осы бойұсыну. Күллі бізге бұйырылған амалдардың барлығы бір сөзбен айтқан кезде бойұсыну деп аталады. Міне Аллах тағала бізге қазір осы Рамазан айын бағанаға Адам алейхиссалам тасты арқасына ұстағандай, біз қазір Рамазан айын толығымен бір айлық күндізінде түнінде мойнымызға көтеріп тұрмыз. Бойұсыну, осыған разы болу керекпіз біз. Раббымыз біз сенен ризамыз. Ризамыз осындай білмейтін нәрселерімізді үйретіп, осындай Рамазан деген айыңда бір ай бойы мойнымызға салып қойғаның үшін. Осыны қуанған түрде, сенің разылығыңды іздеген түрде бойұсынамыз саған, Раббымыз деген ішкі күйіміз осылай разы болу керек Аллах тағаламыздан. Міне бұл Рамазанның өзінің ішіндегі ережелері бар. Сол нәрселердің барлығы біз үшін өте маңызды. Өйткені ол ұлы әлемдердің Раббысынан түскен білім. Біз оны абайлаймыз, біз оны қадірлейміз. Осылайша біз Аллах тағалаға жағынуды қалаймыз. Алла тағалаға жалынуды қалаймыз. Алла тағалаға ұнасақ па деп, разылығына жетсек пе екен деп шіркін. Өйткені біздің дүниеге келудегі мақсатымыз сол жаратушымызға бойұсыну. Ол жаратады, ол бұйырады. Біз осы нәрсеге бойұсынамыз. Шындап келген кезде біздің ашхаду алла илаха иллаллах деген сөзімізде, құрметті жамағат, осындай таза иманға негізделген, Алланың өзіне деген таза иманға негізделген бойұсынуға біз серт берген дейміз. Бұл сөз жай ғана сөз емес, бұл сөз бірте-бірте сіздің жүрегіңізбен байланып, сондай бір үлкен жауапкершілікті сездіртетін сөзді. Сіздің дүниеге келудегі түпкі мақсатыңызды санаңызға шегелеп тұрған сөз бұл. Сондай-ақ оның қасындағы ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху,
сондай-ақ мен куәлік етемін, Мұхаммед оның құлы әрі елшісі деген кезде де. Бұл сіздің жұлдызыңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағалаға бойұсынудың күллі үлгісін көрсетіп кеткен адам. Кімде-кім Аллаға, Алласы разы болатындай бойұсынғысы келсе, онда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам етегінен ұстаудан басқа амалы жоқ енді. Сол кісі тек қана туралыққа бастайды. Алла тағаладан ең қорыққан адам, Аллаға ең бойұсынған адам, Алланы ең қатты сүйетін адам. Міне, оның өмірі Аллах тағала разы болған өмір. Аллах тағала оның өмірімен ант еткендіктен Құранда ойлаңыз, ол қандай керемет өмір. Күллі адам баласына шынымен де мен Аллаға бойұсынғым келеді, Алланың разылығына қол жеткізгім келеді деген адам үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бойұсынудан басқа амалы жоқ. Сондықтан да Аллах тағала Құранның қаншалаған жерлерінде Аллаға және елшісіне бойұсыныңдар, Аллаға және елшісіне бойұсынғандар деген мағынаны бірге айтады. Өйткені кімде-кім пайғамбарға бойұсынса саллаллаху алейхи уассалам, ол Аллаға нақты бойұсынды деген мағынаны білдіреді. Ал енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бізге алып келгені осы бойұсыну аманатын жеке тұлғаның бойында, отбасының ішінде, қоғамда, егер бұл бойұсыну қоғамды билейтін болса, онда мына дүние асты-үстімен артымыздан еретін болады. Аллах тағала көктер мен жердің берекесін аша салады бізге. Біз көбінесе жаңағы осы дүниені түпкі мақсат қылғаннан кейін өзімізше бір жағдайды жақсартамыз деп ойлаймыз. Жағдай жақсармайды ешқашан. Алланың алдындағы аманат өзінің орнына қайтпайынша, мақсаттар, әрбір мақсат өзінің орнына келмейінше, дүние тіршілігі деген түпкі мақсат, қызмет деген орнына түспейінше, ұмытылған Алланың алдындағы бойұсыну, дүниеге келудегі түпкі мақсаттың орнына келмейінше, адам баласы қанша тырысса да, бәрібір Алла қаламаған нәрсені ешкім қалай алмайды. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бойұсынуымыз, құрметті жамағат, өзі бізге Абу Хурайрадан риуаят етілген хадисте айтқанындай: «Күллу уммати ядхулунал жанна илля ман аба». Үмбетімнің күллісі жәннатқа кіреді, тек қана оған кіруді қаламаған адамды айтпағанда дейді. Сонда сахабалары таңғалып: «Қолу я Расулаллах, ва ман я аба». Аллахтың елшісі, кім қаламауы мүмкін жәннатқа кіруді? Қола: «Мән атағани дахалал жанна». Кімде-кім маған бойұсынса жәннатқа кірді дейді. Қараңыздар, кірді. «Ва мән асани фақад аба». Кімде-кім маған бойұсынбаса, тілазарлық қылса, қасарса, көнбесе, онда сол ғой жәннатқа кіруді қаламаған адам дейді. Ілгеріде айтылған дүние туралы хадисте бір сөзді байқадыңыздар. Яғни Аллах тағаланы еске алуды айтпағанда, Алла тағала сүйетін амалдарды айтпағанда, және де білім үйренуші мен білім алушы. Кез келген білім үйретуші мен білім алушының арасында сол бағанағы Адам алейхиссалам арқалаған аманат оқытылады. Адам құрғана мәтіндерді немесе жаңағындай риуаяттарды оқу емес, негізгі нүкте, екеуінің де айналатын өзегі Аллаға бойұсынуды үйрену. Аллаға бойұсынуды үйрету. Өйткені ұстаздың да шәкірттің да дүниеге келудегі түпкі мақсаты осы Аллаға бойұсыну. Шайтан тек қана бізді жаңағындай мәтіндерге қызығып алданып, көбінесе бір пайдасыз білімнің иелері болып шығуымызды қалайды. Сөйтіп, түпкі мақсат іске аспай қалуы мүмкін. Аллах тағала өзінің елшісін саллаллаху алейхи уассалам біздерге жібергенде, сол тәрбиеші ұстаз етіп жіберді. Сөйтіп ол тура жолдың үлгісі болғандықтан,
Аллаға деген бойұсынудың ең керемет үлгісі болғандықтан Аллах Тағала кімде-кім оған бойұсынса, онда ол маған бойұсынды деген заңдылығын қойды. Ең маңызды нәрсе білім алудағы мақсатыңыз есімізде болсын. Білім алудағы мақсатыңыз. Бір Құранды ашып, ішіндегі бір мазмұнын оқып, бір білім алып жатқан кезіңізде хадис кітабын оқып жатасыз ба, фиқ кітабын оқып жатасыз ба, мінез құлыққа байланысты кітаптарды оқып жатасыз ба? Мақсат жаңағы нәрседен таймау керек. Аллаға бойұсынуды үйрену. Міне осы нәрсе пайдалы білім деп аталады, құрметті жамағат. Дүниеге келудегі түпкі мақсатымыз осы Аллах Тағалаға бойұсыну. Дін дегенде осы, тура жол дегенде осы, ас-сиратул мустақим дегеніміз де осы, құрметті жамағат. Біз мысалы әр күні намазымызда Әл-Фатиха сүресін оқыған кезімізде ихдинас сиратал мустақим деп сұраймыз. Бізді тура жолмен жүргізе көр. Сиратал лазина анғамта алейхим, нығметке бөлеген құлдарыңның жолымен дейміз. Бұл нығметке бөлеген деген кезде бұл осы бойұсыну нығметі көзделеді, құрметті жамағат. Себебі Аллах Тағала Ан-Ниса сүресінде осы бойұсынумен байланыстырған нығметке бөлеген құлдарын Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва ман юти'иллаха ва расуля, және де кім Аллаға және оның елшісіне бойұсынған болса, фа улаика мағаллазина анғамаллаху алейхим, онда олар Алла Тағала өзінің нығметіне бөлеген құлдармен бірге болады. Ол қандай құлдары? Минан набийина, пайғамбарлардан болған, вас-сиддиқин, шыншылдардан болған, ваш-шухада, шейіттерден болған, вас-солихин, салиқалылардан болған, ва-хасуна улаика рафиқо, міне бұлар қандай жақсы орта дейді ертең. Заликал фадлу миналлах, міне бұндай кеңшілік Аллах Тағаланың өзінен берілген. Сондай-ақ біз Фатиха сүресінің соңында ғойрил мағдуби алейхим уәләд-доллин деп аяқтаймыз. Яғни ашуға ұшырағандардың жолымен емес, адасқандардың жолымен емес деп. Ол ашуға ұшырағандар не себепті Алла Тағаланың ашуына ұшыраған? Себебі олар Аллаға деген таза иманды біле тұра, Аллаға бойұсыну керектігін біле тұра, осы ақиқаттан өз еріктерімен айнып кеткендер. Өздеріне сондай тағдырда Алла Тағаладан сұрап, Алланың ашуына ұшыратқан өздері. Және де адасқандардың емес, яғни Аллаға деген таза иман туралы білім жоқ, Алла Тағалаға бойұсыну үшін ғана жаралғандығы туралы білім жоқ. Міне осы білімсіздіктің негізінде олар Алла мен басқа нәрселерді ауыстырып алғандар. Міне осындайлардың жолынан бізді сақтай көр деп біз тілейміз. Сондықтан бізге Аллах Тағала осындай пайғамбарымыздың үмбетіне саллаллаху алейхи вассалам үлкен жақсылық сыйлап отыр бізге. Біз дүниеге келудегі түпкі мақсатымызды ұғына алдық. Енді біздің алдымыздағы міндет осы бойұсынуда тұрақтылыққа қол жеткізсек, әрине 100% біз оған жеткізе алмаймыз қолымызды, бірақ сол уайым бізде болса, біз сол түзулікке, сол туралыққа жақын жүреміз. Жақын болған адам, кешегі Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ. Яғни ұқсап бағу деген ол уайым болу керек сізде. Маған осы нәрсе жеткілікті, осы да жетеді деген нәрсені айтуымызға болмайды. Бойұсынуды одан әрі дамыту керек бізді. Яғни истиқома деген жағдайға дейін оны әкелу керекпіз біз. Мысалы, Суфиян ибн Абдулла пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам былай деп сұраған екен: Я Расулалла, кулли фил ислами қаулан, ла ассалу анху ахадан ғайрака. Я Аллахтың елшісі, маған исламыма қатысты бір сондай жақсы бір өсиет сөз айтыңызшы, сіздің сол сөзіңізден кейін мен ол жайында ешкімнен сұрамайтындай.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған «Құл әмәнту биллах» айт, Аллаға иман келтірдім деп, иманның тазалығы көзделуде. Сүммәстақим, сосын тұрақты бол дейді, түзу бол. Яғни Аллаға деген бойұсынуыңда тұрақты бол, түзу бол. Шариғатымыз белгілеген орта жолдың үлгісінде тура бол дейді. Бұған Аллах тағала өзінің керемет сүйіншілерін айтады. Мысалы, Әл-Ахқаф сүресінің 13-14 аяттарында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму. Қараңыздаршы, қандай керемет. Расымен де Раббымыз Алла дегендер, сосын бойұсынуда түзу, тұрақты болғандар. Фәлә хауфун алейхим вәлә хум яхзанун. Оларға ешқандай қауіп қатер жоқ, және де олар қайғырмайды дейді. Улайика асхабул жанна холидина фиха жазаан бима кану яғмалун. Олар жәннаттықтар болады, соның ішінде мәңгі қалады, істеген амалдарының сыйақысы ретінде, жарылқауы ретінде дейді. Сондай-ақ Фуссилат сүресінде де 30 аятында айтады: «Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму». Расымен де Раббымыз Алла дегендер, сосын бойұсынуда түзу, тұрақты болғандар. Татаназзалу алейхимул малаика. Өлім сәтінде оларға қарай періштелер түседі де: «Алла тахафу ва ла тахзану». Қауіптенбеңдер, қайғырмаңдар. «Ва абширу бил жанна аллати кунтум туғадун». Өздеріңе осы күнге дейін уәде етіліп келген жәннатпен сүйіншіленіңдер, қуаныңдар деп түседі екен періштелер. Бұл өте маңызды нәрсе, өйткені бойұсыну тұрақтылығын сақтамаса, онда дінде, тура жолда барлығы нашарлап кетеді. Сол себептен бұл нәрсені пайғамбарымыздың өзінен бастап Аллах тағала Худ сүресінде былай деп айтқан: «Фастақим кама умирта ва ман таба маака ва ла татғау иннаху бима тағмалуна басир». Ей пайғамбар, өзіңе әмір етілгендей, өзіңе бойұсынудың жолы көрсетілгендей тұрақты бол, түзу бол. «Ва ман таба маака». Сондай-ақ сенімен бірге тәубаға келген әрбір құлымда бойұсынуда тұрақтылықты сақтасын. «Ва ла татғау». Сондай-ақ мен бұйырған нәрселерді аттап кетпеңдер, шектен шығып кетпеңдер. Сондай-ақ мен бұйырғандай жолды ұстанып, мен бұйырмаған нәрселерді жасап артық кетпеңдер. «Иннаху бима тағмалуна басир». Расымен де сендердің не істеп жүргендеріңді Аллах тағала көруші дейді. Құрметті жамағат, Аллах тағаланың сәттілігін тілей отырып, әрдайым оның жәрдемін тілей отырып, осы бойұсыну халімізді уайымдап жүру керекпіз. Себебі бұл өмірдегі күллі сынақтар осы бойұсынуымызды сынайды. Алла тағала мен екі арадағы махаббат, қорқу, разы болу, ықылас сияқты күллі жүрегімізбен байланысты амалдар осы бойұсынумен байланысып отқан нәрсе. Олардың күллісі осы бойұсынумен байланысқандықтан, қайсы бір сынақтың кезінде біз осы бойұсынудан бір сәтке сүрініп қалсақ, онда біздің жаңағы бойұсынумен байланысты күллі қасиеттерімізде әдемілігін жоғалтып алады. Яғни сол сәтте осы бойұсынуды Аллах тағала шыңдауы үшін ол бізді жақсылықтармен де сынайды. Яғни көңілімізге ұнайтын нәрселермен де сынайды, көңілімізге ұнамайтын нәрселермен де сынайды. Жылдың 4 маусымы ауысып келетіні сияқты сынақтар да сөйтіп келіп тұрады.
Міне күллі жағдайларда біз бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Біздің мақсат міндетіміз кез келген жағдайда Алланың алдында оған әдемі көріну. Әрдайым өзіміздің пиғыл ниетімізді бақылап жүру керекпіз. Егер де өзіміздің пиғыл ниетіміз дұрыс болып жатса, түзу болып жатса, онда адасып жүрген адамдар қай жағымыздан келіп жаңағы бойұсынудан шығармақшы болса да, олардың ниеттерінде ол нәрсе болмауы да мүмкін. Бірақ енді сондай бір қылық жасалып қалуы мүмкін сіздің қасыңызда. Сол кезде пиғыл ниеттеріміз біздің Аллаға қарай дұрыс болса, бойұсыну халіміз қадағаланып тұрса, онда олар біздің тура жолымызға ешқандай зиян тигізе алмайды. Аллах тағала өзі Әл-Маида сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману алейкум анфусакум. Ей иман келтіргендер, сендер өз жан дүниелеріңізді, яғни пиғыл ниеттеріңізді, бойұсыну халдеріңізді бақылау керексіңдер дейді. Ла ядуррукум мен долла иза ихтадайтум. Егер де өздерің тура жолда болған болсаңдар, онда адасқан біреу сендерге зиян тигізе алмайды дейді. Міне сондықтан егер де біреу сізді ашуландырып жіберсе, мінезіңізді шайқап жіберсе, көңіліңізді бұзып жіберсе дегендей. Осындай жағдайларда негізі олар сынақ нысаны ретінде болған адамдар. Жалпы өзіміздің ішімізде халіміз дұрыс болмағанда, сол себепті мен ашуланып кеттім, сол себепті менің мінезім шайқалып кетті, оған бір айқайлап дауыс шығарып жібердім. Ол менің проблемам, менің ішімдегі менің проблемам ол. Бойұсыну халімді мен өзім бұзып алдым. Яғни біреуді кінәлай алмаймын мен. Анау маған сөйтіп сөйлемегенде мен бұлай сөйлемес едім деп, ол айтқанымыз дұрыс болмайды. Себебі кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бір бәдәуи дөрекі адам қарап тұрсаңыз, әлі дәрет алуды үйренбеген, әлі намаз оқуды үйренбеген, дінге кіргенімен иман әлі жүрегіне кірмеген, пайғамбарымыз осындай мал таратып жатыр екен деген сөзді естіп, адамдарға түйе беріп жатыр екен деген сөзді естіп келіп, менің түйем қайда деп пайғамбарымыздың жағасынан тартқан кезде, ана жағасы шапаны қатты дөрекі матадан болғандықтан мойнын қиып кеткен екен. Сонда ана кісі жағасынан тартып атқан кезде пайғамбарымыздың рефлексі, қараңыздар, ол тартып атса пайғамбарымыз жымиып атыр оған бірден. Міне адасқан адам ешқандай зиян тигізе алмайды. Пайғамбарымыз жымиып қайта оны бір жақсылыққа үйрету үшін сол жымию әрекетін жасап жатыр. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны тура жолға салу үшін жіберілген. Оны мен қазір салысу үшін, сен неге маған былай деп айтасың деу үшін емес. Қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыз қанша жылдық стажда жүрген адам ол уақытта. Міне қараңыз. Сол сияқты сіздің бойұсыну халіңіз осылай қадағаланып тұрса, өзіңіздің тарапыңыздан, сіз айналадағы адамдарға керісінше осы тура жолды үйрету керексіз. Олармен салысып, ұрысып, кінәлап, өзімізді ақтап, сөйтіп Алла тағаланың алдында әдемі көрініс таппай қаламыз. Сондықтан да, құрметті жамағат, біз әрдайым өзіміздің пиғылымызды, ниетімізді бақылауда ұстау керекпіз. Біз бойұсыну халі, сол нәрсені қадағалау керекпіз. Себебі ең көп кездесетін сынақтар әр күні ол адамдармен байланыс. Адамдармен мәміледе біз сыналмай тұрмаймыз. Аллах тағала бізге Құранда وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا дейді. Осылай ескерткен Аллах тағала бізге. Және де сендерді бір-бірлеріңе сынақ қылдық. Сабыр етесіңдер ме?
және де Раббың бәрін көруші дейді. Міне осындай сынақтар әр күні кездеседі. Білімді адам білімсізбен сыналады. Иманды адам имансызбен сыналады. Күйеуі әйелімен сыналады, әйелі күйеуімен сыналады. Келін енесімен сыналады, ене келінмен сыналады. Әйтеуір жетеді. Бір-бірімізге сынақ қылынған. Міне осы сынақтардың күллісінің кезінде біз бойұсыну халін жоғалтпау керекпіз. Егер де біз сол хал арқылы Аллаға тәуекел етіп жәрдем тілесек, Аллах Тағала біздің айналамыздағы адамдардың жүректерін өзгертіп жіберуге құдіреті жетеді. Бәлкім сізге сыйлық ретінде. Алайда біз ол нәрселерді бойұсыну халіміз арқылы емес, сабыр арқылы емес, және де күтуді де білмейміз. Өзімізге Аллах Тағала қанша мүмкіндік бергенін есімізден шығарамыз да біреулерге мүмкіндік бере алмаймыз түзелуіне. Міне осы нәрселер, осы заңдылықтар бізді ешқашан сынақтардан босатпайды. Біреуі бітіп жатса, тағы біреуі шығып жатуы мүмкін. Себебі бойұсыну шыңдала беру керек, шыңдала беру керек. Тәрбиелеушіміз, яғни Раббымыз жақсырақ біледі біз үшін ненің қайырлы екенін және ненің жаман екендігін. Міне сондықтан да құрметті жамағат, мына жаңағы бойұсыну халі, мына пиғыл деген нәрсе өте маңызды. Сол нәрсені біз қатты қадағалап, Алла Тағаладан әрдайым жәрдем сұрап жүру керекпіз. Себебі Аллах Тағала бұл жүректерді бұрып жіберген кезде күллі жердің бетіндегі адамзаттың жүректері Алланың әмірімен бұрылған кезде әркім сол жүрегіндегі пиғылына қарай жүрегі бұрылып кетуі мүмкін. Егер де біздің жүрегіміз Аллаға деген дұрыс ниетте, дұрыс пиғылда, бойұсынуда болса, онда жаңағындай сынақтар келіп, жүректер бұрылған кезде сіздікі сол өзіңіздің Аллаға деген бойұсыну халіңізде беки береді. Әйтпесе басқа нәрсеге қарай пиғылымызға сай ауытқып кетуі мүмкін. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай дұғасын өте көп айтатын: Я муқаллибал қулуб, я Аллахым, жүректерді өзгертуші, сәббит қулубана аля диник, біздің жүректерімізді өзіңнің дініңе бекіте көрші. Яғни қандай бір сынақтар келсе де, сол нәрседе бекем тұрсыншы, ауытқып кетпесінші. Жақсылықпен сынаған кезіңде де, жамандықпен сынаған кезіңде де, өзіңе деген тоқтаған жүрек берші Раббым. Сенің тағдырыңа, әміріңе разы болған жүрек берші деп жатыр. Сондай-ақ тағы бір дұғасында: Аллахумма мусаррифал қулуб, Раббым, жүректерді өзгертуші Аллахым, сарриф қулубана аля тоғатик, біздің жүректерімізді өзіңе бойұсынуға қарай бұрып қойшы дейді. Міне бұл дұғалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан өте көп жасалатын. Сондықтан осы дұғаларды да осы Рамазан айының ішінде өте көп жасайық. Себебі жүректер құбылып тұрады. Аллах Тағала бізді әр нәрсеге қарай құбылып кетпейтін, өзіне қарай бойұсына бергісі келетін құлдарынан қылсын.